ер азаматта, оның жары да, екеуі былайша айтқан кезде бір командада болу керек. Былайша айтқан кезде. Мынау жары, жұбайы, кім не айтса да, бұл мына өзінің жаңағы арыстаны, батыры, күйеуі, Құдай қосқан, оған былайша айтқан кезде шаң жолатпау керек. Оны қорғаушысы болып жүру керек те. Сол кезде бұлардың ішіне ешкім кіре алмау керек. Бәсе, дұрыс айтасың, кейін кезде өзгеріп жүр, мен өзімде күмәнданып жүрген едім деп, солардың командасына өтіп кетсе әйел адам егер, жаңағыдай өсекшілер қауымына, ол жақсылыққа бармайды. Жарайды, сондайға барғанның өзінде жігіт, ер азамат енді бұны туралау керек. Оны қалай туралау керек? Жұбайын көлігіне отырғызып алып, киноға бару керек екеу. Кинодан шығып кафеге бару керек. Жақсылап тамақтанып, шайын ішіп, тортпен әдемілеп, сөйтіп отырып жай сөйлесу керек. Ешқандай эмоция қосылмай, ашу берілмей, жай сөйлесу керек. Сөйтіп айту керек. Міне, Құдай қосқан қосағымсың, Алла берген балаларымыз бар. Мына отбасы біздің кіші мемлекетіміз. Соның басшысы мен, сен қоштаушысың. Солай емес па? Енді қалай ойлайсың? Қазір біздің мына отбасымызға сырттағы адамдардың айтуы бойынша біз осылай шешім қабылдасақ, бұның баратын жерін білесің ба деп, кішкене бұл анализ жасап беру керек та жігіт адам.